Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі жаңа сабақ 44-ші сабақ. Төрт түлігі елімнің. Жер иісі. Оқушылар, біз бұл әңгімеде Бипан деген баланың қызыл сиыры туралы айтатын боламыз. Жер иісі. Қызыл сиырды адамдар жүк мәшинесіне салып алды. Ал қызыл сиыр болса, мәшиненің үстінде теңселіп, кетіп бара жатты. Ол қорасын қимаған сияқты мөңіреп бара жатты. Бипанға қызыл сиыр жұлқынып, қашып кеткісі келген сияқты көрінді. Бипан өте қатты ашуланды. Қызыл сиырды кімге берді екен деп қатты уайымдады. Себебі Бипан оны бұзау кезінен бастап бағып еді. Енді сиыр болған кезде беріп жібермекші. Бипан айтты, оны неге бердіңдер деді. Атасы болса, қоя қой балам, оны кезермеде тұратын Наскен апайға беріп жатырмыз. Наскен апайдың да балаларына сүт, айран, құрт, май болсын, дейді. Бипан іштей өкінеді. Өте қатты сиырды сағынып жүреді. Бірер күннен кейін Бипан түс көреді. Түсінде қызыл сиыр үйге келіп тұр екен. Бипан қуанып кетеді. Ата, әже, түсімде қызыл сиыр қайтып келіпті дейді. Оған атасы мен әжесі күледі де қояды. Келесі күні кешке қақпа жақтан сиырдың мөңірегені естіледі. Қызыл сиыр деп Бипан атып тұрады. Жүгіріп барып, қақпаны ашады. Қуанышы қойнына сыймай, қызыл сиырды қатты күтеді. Қақпаны ашып қараса, расында қызыл сиыр келіп тұр екен. Ол Бипанды көріп, бірден мөңіреп жібереді. Сөйтеді де бірден қораға қарай жүгіреді. Ата, бұл қызыл сиыр үйді қалай тапқан деп таңғалады Бипан. Атасы айтады, жануар туған жердің иісін өмірі ұмытпайды. Тұмсығымен жерді иіскеп қойып, жүре береді дейтін еді. Рас екен ғой балам дейді. Сонан соң жарықтық жер иісі деп қояды. Бипан таңғалды. Жер иісі дейді. Танауына топырақтың, шөптің иісі келді. Жер иісі деген осы топырақтың, шөптің иісі шығар деп ойлайды. Оқушылар, сіздерге сабақ түсінікті болды ма? Сабақ қызықты болса, суретті әдебиет каналына тіркеліп, достарымызды шақырайық.